Армысыздар, менің есімім Ерлан Болатханұлы. Мен Қарағанды облысы Нұра ауданы Нұра кентінің Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеймін. Мен сіздерді бүгін өзімнің көп тілді отбасымен таныстырмақшымын. Hello everyone, my name is Aygirim. I work as a teacher at the secondary school too, but now I am on maternity leave. I cook delicious dishes, help my son with his homework, and just try to be a great mother. Всем привет, меня зовут Бекжан. Я учусь во 2 классе, люблю заниматься спортом. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Бабасының батырлығы ханмен бойға таратылған. Ханшайымы Айғаным, жасы 5-те, өлең оқығанды жақсы көреді. Қанеке Айғаным, Ыбырай Алтынсариннің өлеңін оқи қойшы. Bir Allah'a sığınıp, gel ballar okuğandı körülge, ıklas ben tokluk. Okusanız bağlar, şanlaşırak jağlar. Тілеген алдынан іздемек тағлар. Жарайсың. Ал мынау біздің үйдің кенжесі, шаңырағымыздың төресі Мұхамеджан деген батырымыз. Бесігіне жата ғой, тәтті қыға бата ғой. Қанеке Бекжан, ағылшын тілі сабағын қайталайық. Тақырып, weather, ауа райы. Қане, өткенде екеуміз жаттап едік қой. Күн ашық деген қалай ағылшынша? Sunny. Жаңбырлы. It's rainy. Дұрыс. Ал егер қарлы болса? It's snowy. Тамаша. Бекжан, tell me please, what is the weather like today? It's sunny and Warm. Okay. Счастье начинается с семьи. Happiness starts in the family. Бақыт отбасынан басталады.